Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен бірге WordWall платформасы арқылы сабаққа қажетті көптеген тапсырмаларды қалай құрастыруға болатындығы туралы танысып көретін боламыз. Ол үшін ең әуелі Google-ге кіріп, платформаның атын жазамыз. Біз тапсырма құрастыру үшін ең әуелі тіркеліп алуымыз қажет. Сол үшін тіркелу батырмасын басамыз. Бұл жерде электронды почта сұрайды екен. Өзіміздің почтамызды жазамыз. Өзімізге пароль құрастырамыз. Бұл жерде сенімді пароль өзі ұсынады. Соны қабылдасаңыздар да болады. Және ол біздің Google аккаунтымызда сақталуға тиіс. Тіркелу батырмасын басамын. Пароль сақталды. Яғни біз платформаға тіркелдік. Кез келгеніңіз осылай оп-оңай тіркеліп алуыңызға болады. Сонымен біз бағдарламаға тіркеліп алдық. Тіркеліп алғаннан кейін біз үнемі қайта кірер кезде көріп тұрсыздар, мына жерде вход деген батырма тұр. Осы батырманы басып кіре береміз. Енді қараңыздаршы, мына жерге мән берулеріңізді сұраймын. Мына жерде учитель деген жазу отыр, ұстаз отыр, және артында интерактивный деп тұр. Интерактив тақта тұр, алдында өзінің стол тұр. Осы жерде қарасаңыздар, екіге бөліп қойған интерактивный, печатный деп. Бұл платформада дайындайтын тапсырмаңыз сізге тек қана интерактивті тақтаға ғана қолдануға болады деген сөз емес. Сондай-ақ ол жердегі тапсырмаларды сіз қағаз түрінде де дайындап алуыңызға болады. Бұл үлкен мүмкіндік. Енді төмендегі статистикаға қарайтын болсақ, қараңыздар, 55.355.704 деп тұр. Ресурсов созданы деп тұр. Яғни, осынша тапсырмалар құрастырылып жатыр. Байқап тұрсаңыздар, соңғы цифрлар секунд сайын өзгеріп жатыр. 13, 14, 15. Яғни, бұл платформаны өте көп мүмкіндігі көп, сондықтан да өте көп ұстаздар қолданады дегенді білдіреді. Бұл оңай болғандықтан, өзіне тек қана интерактивті емес, қағаз түрінде дайындап алатын болғандықтан, сондықтан да сіздерге де осыны қолдануды ұсынамын. Ал енді кіреміз. Енді қараңыздар. Мына жерде көп тапсырмалар тұр. Өзі де көрсетіп тұр, үлгіде қараңыздар. Бірінші выберите шаблон деп тұр, введите свой контент деп тұр. Яғни өзіңіздің қолданатын материалыңызды енгізесіз, және ең соңында осындай тапсырмаларды интерактивті түрде немесе өздеріңіз көріп тұрғандай қағаз түрінде ала аласыздар. Бастапқы кезде тек қана интерактивті деп ойлаған едім, бірақ қолдана келе ішінде көп мүмкіндіктердің барын аңғардым, және өте өзіме қызық болды. Сондай қызық болды. Жалпы біз көбінесе осындай бағдарламаларды қолданған кезде әр түрін қолданып, көбінесе ойымызды, өзіміздің фокусымызды шашыратып алып жатамыз. Бізде қандай бағдарламаны үйренсек те, бір тапсырманы нақты, жақсы үйреніп алғанымыз дұрыс. Егер солай үйреніп алсақ, нақты үйренгеннен кейін келесі тапсырмаларды орындау оңай болады. Сондықтан да бүгін сіздерге тек қана бір тапсырманы қалай орындау керек екенін, және одан қандай нәтиже шығаруға болатынын, және оның қандай түрлері бар екендігін ғана көрсететін болам. Әйтпесе мына жерде өте көп ойындарды құрастыруға болады. Случайный карта деп, пропущенное слово деп тұр, найди пару деп тұр. Әрқайсысын таңдай беруіңізге болады. Енді ақысыз түрде тек 5-ін ғана қолдана аласыз. Ақылы түрде шексіз кете береді. Ал енді өзіңіз құрастыру үшін жоғарыда создать занятие деген тұр. Тапсырманы құрастыру. Басамыз. Осының ішінде создать занятиеден кейін викторинаны басамын. Мен алдын ала сұрақтар дайындап алдым. Ең әуелі Word форматында сұрақтарды жазып дайындап алсаңыз болады. Қызықты викторина сұрақтар. Көшіріп аламын. Ең әуелі тапсырманың біз атын жазып аламыз. Бұл тапсырманың аты қызықты викторина сұрақтары. Немесе мен бұны жай ғана қызықты сұрақтар деп алайын. Бірінші тапсырманың аты кетті. Екінші мына жерде вопрос деген тұр, яғни бұл сұрақ. Мен бұған бірінші сұрағымды жазамын.
Қай ыдыстан су ішуге болмайды? Мына жерге сурет те қоюға болады. Мен әзірге сурет қоймаймын. Өте қарапайым түрін орындап көрейін деп жатырмыз. Жауабы бос ыдыстан. Көшіріп аламын. А жауабы, Б жауабы, В жауабы, міне сіздерге 6 нұсқада жауап беріледі. Осы 6 нұсқадағы жауаптарды өзіңіз қалағаныңызша қолданасыз. Бұл 6-ауын да қолдану дегенді білдірмейді. Мүмкін сіз бір сұраққа 2 жауап беретін шығарсыз. Бір сұраққа 3 немесе 4-ден жауап дайындайтын шығарсыз. Ол 4 жауаптың мысалы біреуі дұрыс дегенді білдіру керек. Міне бос ыдыстан, тола ыдыс деп алайық, тесік ыдыс деп алайын, сырлы ыдыстан деп жазайын. Барлығында тан деген қосымша бар екен, қосып қоямыз. Маған 6 жауап керек емес. Маған 4-еуін ғана алдым. Енді қараңыздар. А, Б, В, Г деген 4 жауап шықты. Барлығының жанында міне крестик тұр, міне. Енді не істейміз? Ішіндегі дұрыс жауапты біз міне белгілейміз. Көрдіңіздер ме, міне жасыл птичка болды, Келесі, міне выполнение дегенді басамыз. Міне бір сұрағымыз дайын болды. Бір ғана сұрақ. Енді начать дегенді басып тексеріп көрейік. Міне қараңыздаршы, бірінші сұрағымыз шығып тұр. Қай ыдыстан тамақ ішуге болмайды? Қай ыдыстан? Міне 4 түрлі түспен берілген, міне автомат түрде өзі жасап шығып жатыр. Ішінен өзіміздің дұрыс жауабымызды таңдаймыз. Міне біз жаңа бос ыдыстан дедік. Міне бос ыдыстан. Бір ғана тапсырма ғана құрастырған болатынбыз. Енді біз не істейміз? Біз осы орындаған тапсырмамызды тағы да толықтыруымыз керек. Артқа қайтамын. Мына жерде міне бір деп тұр, астында добавить вопрос деген бар. Сіз тағы да ары қарай бірнеше сұрақтар құрастыру үшін осы жердегі добавить вопрос дегенді қосып, келесі тапсырманы орындатуыңызға болады, қосуыңызға. Ендеше келесі сұрақты қосып көрейік. Өзіңді қайдан көре аласың? Осы сұрақты алып көрейік. Міне, вопрос деген жерге сұрақты қоямын. Мысалы, даладан, судан, аспаннан, айнадан. Енді өзімізге қажетті дұрыс жауапты міне тауып алдын ала белгілеп аламыз. Екінші сұрақ кетті. Добавить вопросты басып, үшінші сұрақты құрастырамыз. Қыста болатын ызғарлы суықты не дейді? 4 сұраққа дейін құрастырып көрейік. Менімен бірге орындап көріңіздер, немесе қатар-қатармен қай қадамнан кейін қай қадам екенін жазып алуларыңызға болады. Дауыл дейік, жауын дейік, боран, ызғар. Дұрыс жауабын белгілеп аламыз. Боран белгілеп алдық. Міне қайтамын. Міне тағы да сұрақты қосамын, 4-ші сұрақ. Енді осы тапсырманы аяқтаймыз. Міне енді қараңыздар, бізде 4 сұрақтан тұратын қызықты тапсырма пайда болды. Міне интерактив тапсырма. Бастаймыз. Қай ыдыстан тамақ ішуге болмайды? Бос ыдыстан. Өзіңді қайдан көре аласың? Даладан, судан, аспаннан, айнадан. Айнадан көре аламыз, бірақ аспан деп белгілеп көрейік. Қате жауапты. Қате екенін көрсетіп тұр, және дұрыс жауабын көрсетті. Келесі тапсырма. Қыста болатын ызғарлы суықты не дейді? Дауыл, жауын, боран, ызғар. Боран. Келесі тапсырма. Сөйлем соңына не қояды? Нүкте. 4 тапсырманы міне дұрыс жауаптарын осылай көрсетеді. Показать ответить дегенді бассаңыздар, міне қай жауапқа дұрыс жауап болды, қай жауапқа дұрыс жауап болмады, осылай көруге болады екен. Енді осы тапсырмаларды біз балаларға сілтеме түрінде де беруімізге болады. Міне поделиться деген батырманы аламыз. Міне ол үшін, яғни жариялауымыз керек. Содан кейін барып сілтемесін ала аламыз. Енді осы бір тапсырманы біз бірнеше түрде қолдана аламыз. Келесі викторина игровой шоу деп тұр. Начатты басамын. Шоу түрінде қолдануға болады. Бірінші сұрақ. Қай ыдыстан тамақ ішуге болмайды? Яғни біз құрастырған сұрағымыз. Көрдіңіздер ме? Бұл басқаша түрде. Міне ұпай санында беріп жатыр. Міне екінші сұрақ. Өзіңді қайдан көре аласың? Дұрыс емес жауабын белгілеп көрейік. Судан. Дұрыс емес екенін де көрсетті. Дұрыс жауабын да көрсетіп тұр. Енді келесі
шаблонды таңдап көрейік. Басамыз. Тапсырмаларымыз сол күйінде, бірақ берілу түрі, интерактивті түрі ауысып жатыр. Бұл жерде откройте поле дейді, яғни біздің құрастырған 4 сұрағымыз осылай үй ашық түрінде тұрады. Кез келген таңдайтын болсақ, біздің сұрақтар ашылатын болады. 3-ті басып көрейік. Міне, және уақытымен беріліп жатыр. Көрдіңіздер ме? Нүкте. Келесі сұрақ. Боран. Міне, қалған 2 сұрақтарды да осылай ашуға болады. Келесі түрін таңдап көрейік. Басамыз. Қараңыздаршы, мүлдем басқа түрде шығып жатыр, лабиринт түрінде шығып жатыр. Сұрағымыз астында тұр, қараңыздар, қыста болатын ызғарлы суықты не дейді деп. Ал біздің жауаптарымыз, қараңыздар, жауын, ызғар, дауыл, боран деп тұр. Осы жерде біздің кейіпкеріміз мына жерде тұр, батырымыз, ал қалған жерде жүргендер, бұлар егер дұрыс жүрмесек, біздің батырымызды жеп қоюы мүмкін. Міне, уақыт кетіп жатыр, қараңыздар. Тез жету керек біз дұрыс жауапқа. Міне, дұрыс емес жауапқа бардық. Дұрыс жауабы боран еді. Міне, көрдіңіздер ме, не істеді? Біздің кейіпкерімізді жеп қойды. Не кетіп жатыр? Уақыт кетіп жатыр. Бұл жерде жылдамдыққа тәрбиелеуге болады. Бала қызығады. Енді келесі случайное колесо. Басамыз. Міне, құрметті әріптестер, мына жердегі 4 сұрағымыз, міне 4 дөңгелектің 4 жерінде тұр. Айналдырамыз. Міне, бізге осылай сұрақты таңдап беріп жатыр. Ал енді бұл көргендеріміздің барлығы интерактивті түрі. Ал енді сіздерге печатный деген түрін таныстырайын. Печатный деп тұр. Бұл жерде қараңыздар, викторина, случайный колесо, анаграмма, рамка для рисования, рамка для написания деп тұр. Міне, осы түрінде біз қағаз түрінде тапсырмада құрастыра аламыз. Біз интерактивті түрде құрастырған тапсырмамыз енді балаларға беретін қағаз түріндегі тапсырмаға айналдыра аламыз. Енді викторинаны басып көрейін. Қараңыздар, экранға не шығатынын. Міне, күні және оқушының атын жазуға болады. Біздің 4 тапсырмамыз осылай 4 әдемі тапсырма болып бізге викторина түрінде берілген. Енді не істейміз? Осы сұрақтарды біз міне жоғарыда загрузить деген батырма тұр, соны басып көреміз. Бізге мынадай парақша дайындап берді тапсырмамен. Көрдіңіздер ме? Осыны принтерден шығарып алып қолдануларыңызға болады. Енді анаграмма. Міне қараңыздар, қызықты сұрақтар. Міне қараңыздар, PDF түрінде былай дайындап беріп жатыр. Бұл сұрақтарға әрқайсысына жеке-жеке жауап жазуға болады екен. Әсіресе күрделі тапсырмалар болады, ол шығармашылық тапсырмаларды осылай қолдансақ болады екен. Міне, әп-әдемі осындай тапсырмалар туындайды. Сонымен, құрметті әріптестер, бір тапсырманы бірнеше түрде, интерактивті түрде және қағаз түрінде қалай жасауға болатындығымен сіздерді толық танысты деп ойлаймын. Бізге әзірге біз тек бір ғана нәрсені танып біліп жатырмыз. Бұның астарында өте көптеген тапсырмаларды құрастыруға болады. Оны біреуін нақты үйренгеннен кейін кірісулеріңізге болады. Осының өзі сіздің бүкіл тақырыптарыңызды іріктеуге, реттеуге, оқушылардың қызығушылығын ашуға көп септігін тигізеді деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған мен Алтын білім кілті әдістеме ғылыми зерттеу орталығынан, есімім Алтынай Әбдіғаниқызы. Сіздерге осы берілген материалдар пайдалы болса, өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.